Жоңғар шапқыншылығы. Жоңғар мемлекетінің күшеюі 18 ғасырдың басында жоңғарлардың қазақ жеріне басып кіруі. Құрметті балалар, өткен тақырыптарда 17-18 ғасырларда қазақ жеріне қауіп төндірген жоңғар мемлекеті екенін естідіңіздер. Бүгінгі тақырыбымызда 18 ғасырда қазақ халқының жоңғар мемлекетінің құрылуына, олардың қазақ жеріне басып кіруі мен елімізге әкелген зардаптарына және олардың шапқыншылығына қарсы қазақ халқының жанқиярлық күресіне тоқталып өтеміз. Ең алдымен қарастыратын мәселеміз жоңғар мемлекеті туралы. Жоңғар хандығы 1635-1758 жылдары. Бұл ойраттардың Жоңғариядағы мемлекеті. 1635 жылы жоңғар хандығы құрылды. Қонтайшы Батыр кезінде қазақ пен жоңғар арасындағы үздіксіз қақтығыстар ұлғая түсті. Батыр қазақтарға қарсы бірнеше мәрте жаулап алушылық әрекеттер жасады. Олардың негізгі көздеген мақсаты қазақ елінің тәуелсіздігін жойып, ұлан-байтақ жерді өзіне қарату болды. 1711-1717 жылдар аралығында жоңғардың қалың қолы қазақ жеріне басып кіріп, халықты қанға қақсатты. Қонтайшы Цеван Раптан 1697-1727 жылдары билік басына келген соң, қанды қырғын жылдары басталды. 1711, 1715, 1717, 1718, 1719 жылдары жоңғар әскерлерінің қазақ жеріне жорығы қазақтардың ішінде алауыздықты көрсетті және жылдан жылға өте қауіпті болды. Жау 7 бағытта шабуылға шықты. Алғашқы соққыны Жетісу мен Ертіс бойының қазақтар алды. Олар ауылдарды талқандап, малдарын айдап әкетті. Жоңғарлардың шабуылы күтпеген жерден болды. Сол себепті қазақтар алды артын арамай бас сауғалап қашуға мәжбүр болды. 1723 жылғы көктемдегі жоңғарлардың жоспарлы басқыншылығы қазақ халқының тарихына ұлы қайғы қасірет жылдары болып енді. 1723 жылы қазақ пен жоңғар арасындағы қарым-қатынас тез арада бұзылды. 1723 жылы көктемде жоңғарлар Қаратау арқылы Талас өзенінің маңына жетті. Қыстаудан Көктеуге көшкен қазақтар мұндай соққыға дайын емес еді. Жоңғар әскерін басқарған Баһадур Хуно Дабо және әскер басы Амурсан Алатау арқылы өтіп, қазақ әйелдері мен еркектерін қатыгездікпен өлтіріп, қалған халықты құлдыққа алып кетті. Қазақтар аман қалу үшін батыс аймақтарға жылжыды. Ұлы жүз бен орта жүз халқы мал мүліктерін тастап, Самарқанд пен Ходжентке жер аударды. Кіші жүз Хиуа мен Бұқараға қашты. 1724-1725 жылдары жоңғарлар Түркістан мен Ташкентті басып алды. Қала талқандалып, халықтың 3/2-сі қырылды. Жоңғарлардың ұлы жаулап алуы олардың әскерлерінің жақсы дайындығының әсері. Екінші жағынан қыстан әрең шыққан қазақ халқының тойтарыс бере алмағандығын өз пайдасына шешіп кетті. Жоңғар әскері жақсы қаруланған, әрі соғысу тәжірибелері жақсы болды. Әскерлері басқа қару-жарақпен қоса зеңбірекпен де жабдықталған еді. Тарихта ұлы қайғы қасірет жылдары азап пен ашаршылық орасан шығын әкелді. Бұл кезең 1723-1727 жылдарды қамтыды. Осының салдарынан қазақ халқы өз жерлерін тастап пана іздеп, бас сауғалап кетті. Бұл тарихта Ақтабан шұбырынды Алқакөл сұлама деген атпен аталады. Осыдан Елім-ай әні шықты. Авторы белгілі батыр, ақын,
18 ғасырда өмір сүрген композитор Қожаберген жырау Толыбайұлы 1663-1756 жылдары. Бұл жылдары қазақтар жайылымынан айырылды, сауда-саттық құлдырады. Қазақтардың 3/2 бөлігі қырғынға ұшырады. Қазақтардың батысқа жылжуы олардың башқұрттармен, қарақалпақтармен, қалмақтармен арадағы қарым-қатынасын шиеленістірді. 18 ғасырдың алғашқы 10 жылдықтары деп жазды Шоқан Уәлиханов. Қазақ халқының өміріндегі қияметті кезең болды. Жоңғарлар, еділ қалмақтары, жайық казактары мен башқұрттар жан-жақтан килігіп, олардың ұлыстарын талқандады. Малдарын айдап, адамдарын тұтас отбасымен тұтқындап алып кетті. Осындай өте ауыр сыртқы және ішкі саяси жағдайда қазақ хандары мен сұлтандары жоңғарларға қарсы тойтарыс беру ісін ұйымдастыра алмады. Тәуелсіздік жолындағы күресті қарадан шыққан халық батырлары бастады. Олардың арасында Қабанбай, Бөгенбай, Наурызбай, Саурық, Тайлақ, Малайсары, Жәнібек және басқа да батырлар болды. Олар халықты туған жерді жат жерлік басқыншылардан азат етуге шақырды.